Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен күнжіт печеньесін дайындаймыз. Ол үшін бізге 60 грамм жұмсақ сары май керек, 1 шай қасық қопсытқыш, 70 грамм ұн, 120 грамм қант керек, 1 жұмыртқа және 160 грамм күнжіт керек. Мен мұнда алдын ала қуырып алдым күнжітті. Енді майға біз қант қосып араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен араластыруға болады, немесе осылай лопаткамен араластырсаңыз болады. 1 жұмыртқа қосып араластырамыз. Ұн қосамыз және де қопсытқышты қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді күнжітті қосамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Енді шай қасықпен осылай алып істеуге болады. Қолыңызды кішкене сулау керек, сонда қолыңызға жабыспайды. Міне осындай болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Күшті қытырлақ болып шығады.